міне сондықтан да мына бір қазанның құлауы бүкіл Еуразия құрлығындағы күштердің ара салмағын өзгертіп жіберді. Себебі Қазан бұл түркі халықтарының алғашқы тізе бүккен мемлекеттерінің бірі болып саналады. Және Қазанның құлауы Иван Грозный үшін үлкен жеңіс алып келді. Осыдан кейін орыс әскерінің табаны Сібірге жетті. Сібір қалпақтай ұшты кейіннен. Одан кейін Сібірден кейін айтарлықтай кедергі кездестірместен мына аймақтардағы, мына Сібірдегі мына аймақтардағы қаншама шағын тайпалардың барлығы бірінен кейін бірі жасақ салығын төлеп Ресейдің қол астына өте бастады. Арада біршама уақыт өткеннен кейін қазір көрсетемін сіздерге Ресейдің қалай қол астына өткенін. 10 жылдықтар бойынша жылжыста 1546, 1556 Қазан жоқ енді. 66, 1576 қараңыздар қалай Ресей әскерінің қалай кетіп баратқанын, шығысқа қарай кетіп баратқанын. Мына жаққа жетті 1646 жыл. 1656 жыл Тынық мұхитқа келіп етігін жуды орыс әскері. Мына жақтағы Қытаймен көршілес болып шықты. Алайда бұл кезде Ресей әскеріне қарсы төтеп беретіндей мына Цин империясының күш қуаты, бүкіл күш қуаты оңтүстікте болған еді. Себебі мына жақта Мин әскерін әлі толық талқандамаған еді, Манчжур әскері. Сондықтан олардың солтүстікке қарай алаңдайтындай жағдай болмады.